Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі және де өте дәмді роза мантының қалай жасалу керектігін көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен жылы суымызға тұзымыз екеуін араластырып алдық, және де үстіне жұмыртқаны салып, барлығын бір араластырамыз да ұнымыздың үстіне қосып, қаттырақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қатты қамыр шығады. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, пищевой пленкеге орап, 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрғанда салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған етімізге кубиктап туралған пиязды және де картопты, кейін тұз, бұрышымызды салып, дәміне қарай барлығын араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды осылай толықтай бөлмей жайсақ та болады, немесе екіге бөліп жаюға да болады. Жұқалау етіп қамырымызды толықтай жайып шығамыз. Қамырымызды жұқалау етіп жайып алдық. Кейін осындай үлкендеу домалақ формамен барлық қамырымызды осылай кесіп шығамыз. Роза манты жасау үшін дәл видеодағындай етіп қамырларымызды қойып шығамыз. 5 домалақ осылай қамырымызды қоямыз да, және де қатты толтырмай салмасын саламыз. Кейін видеодағындай етіп ораймыз. Біздің роза мантымыз оп-оңай жасалуы, ешқандай да қиындығы жоқ. Шет жақтарының барлығын осылай жөндеп жібереміз, және де шетін жақсылап қысамыз. Бізде ішіндегі салмасы шашылып кетпес үшін. Дәл видеодағындай осылай барлық мантыларымызды жинап шығамыз. Міне мен барлық мантылардың барлығын осылай түйіп шықтым. Енді осы мантыны қалауыңызша бетін сұйық маймен майлап шығамыз. Барлық қамырлардың барлығын осылай жағып шықсақ өте әдемі көрінеді, және піскен кезде де жылтырап әдемі болып піседі. Сол себепті мен міндетті түрде барлық мантыларға осылай май жағамын. Кейін буда 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің дастарханда сондай әдемі көрінетін мантыларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап көрген болсаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.